Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін біз 7-ші сынып бойынша 4-ші тоқсанның 1-ші б-жыбысын өтетін боламыз. Healthy habits. Салауатты, денсаулық, болмаса салауатты әдеттер деп алуға болады. б-жыбы тапсырмасы 2 бөлімнен тұрады. Listening and writing, тыңдалым және жазылым бөлімінен. б-жыбы 20 минутқа беріледі. Олай болса, тапсырмамызды орындайық. Task 1. Listen to the conversation and fill in the gaps. Use no more than 3 words. Бұл жерде сіздерге бірінші тыңдалымды тыңдап алыңыздар дейді. Содан кейін барып, тыңдалымды тыңдай отырып, 3 сөзден артық қолданбаймыз дейді, сөздерді қолданбаймыз деген. Бұл жерде мен сіздерге мәтінге қою керек сөздерді сарымен белгілеп қойдым. Егер сіздерге негізі көк сілтеме бойынша кіріп тыңдауға болады мәтінді. Сол кезде осы сөздер айтылады. Олай болса оқып, мағынасын біліп алайық. I never used to worry about my heels until recently. When I was a kid, I did loads of exercise. Even in my 20s and 30s, I was very fit and never ill. I have been lucky all my life, always in the best of health. I rarely get even a cold. I suppose time catches up with you. Now I seem to be getting lots of tidal aches and pains. I should go to the doctor for a health check, but I am too busy. The older you get, the more you worry about your health. One good thing is that I'm eating more healthily now than ever before. I no longer have fast food and midnight snacks. I also sleep a lot more. I read that getting 7 or 8 hours sleep every night is one of the best things you can do for health. Енді бұл мағына бұнда не айтты? Мен соңғы уақытқа дейін ешқандай денсаулығыма алаңдаған жоқпын дейді, және бала кезімде жаттығуды көп жасадым дейді. 20-30 жасының өзінде де мен өте жақсы жүрдім дейді, ауырған жоқпын дейді. Өмір бойы бақытты болдым дейді. Осы уақытқа дейін бақытты болдым дейді. Және ең өте күшті болды дейді, денсаулығым деп ойлайтын болдым дейді. Бірақ көп суық тигізетінмін дейді. Қазіргі уақытта көп суық тигіземін дейді. Уақыт өзінің уақыт өзінің сізге деген несін алады екен дейді. Сирек қазіргі уақытта аздап ауыратын сияқтымын дейді. Денсаулығымды тексеру үшін дәрігерге баруым керек дейді. Бірақ менің бос болмаймын дейді. Жасым ұлғайған сайын денсаулығыма алаңдаймын дейді. Ең бір жақсысы, мен бұрынғыдан да көп салауатты тамақтанып жүрмін дейді, денсаулығын. Қазір мен фастфудтар жемеймін дейді. Және түнде жеңіл тамақтар, түнде тамақ жемеймін дейді. Және көп ұйықтамаймын дейді. Әр күн сайын дейді, әр түнде 7 немесе 8 сағат ұйықтау үшін, денсаулығың үшін дейді, солай ұйықтап ең жақсы нәрселерді жасауыңыз керек деп ойлаймын дейді. Next exercise, writing, жазылым бөлімінде. Жазылым бөлімінде екі бөлімге берілген. Part 1, бірінші бөлімі бойынша look at some healthy habits, pictures and brainstorm your ideas дейді. Мына жердегі суретке қарап, салауатты әдеттерді қараңыздар дейді суреттегі, және оны өз идеяларыңызбенен толықтырып жазыңыздар дейді. Суретке қарап отырып, қандай идея
келіп тұр сізге суретке, сол идея туралы жазуға болады екен. Келесі екінші бөлім бойынша Part 2, write down about 4 healthy habits you know. Introduction, what healthy habits you know and what the most important are. Бұл жерде өзіңіз білетін 4 манағыдай пайдалы әдеттер туралы жазыңыз деген, иә. Бұны кіріспе бөлімі, негізгі бөлім, қорытынды бөлім деп сіздерге негізі бастарын көрсетіп қойған. Бұл жерде мына жерді сарымен көрсетіп қоям. Бұл жазылған мысал ретінде жазып көрсеткен бөлімдеріміз сіздерге. Introduction, кіріспе бөлімінде сіз қандай денсаулыққа пайдалы әдеттерді білесіз дейді, және маңыздысы қандай деген, иә. Енді мына жерде соған байланысты жазылған жерін қараңыздар. A healthy habit is something you do that may significantly improve an aspect of your life. Here are some examples of healthy habits. Being mindful about what you are eating, having good sleep, hygiene, taking care of your mental health, exercising regularly. Салауатты әдет дейді, иә, бұл сіздің өміріңіздің манағыдай айтарлықтай жақсартуға болатын нәрселер, иә. Мысалы, мына салауатты әдеттерді кейбір мысалдармен былай көрсетуге болады дейді. Қараңыздар. Не жеп жатқаныңызды есте сақтау керек, жақсы ұйықтау гигиенасы болу керек, психикалық денсаулығыңыз туралы сөйлесуіңіз керек дейді, жүйелі түрде жаттығу дейді. Бұл introduction, кіріспе бөлімі бойынша. Main body, бұл енді негізгі бөлім бойынша, иә. Drink plenty of water is good for you. Examples, if you will be drink plenty of water, you can improve your health. Exercising regularly makes better your body. Examples, if you will be do physical activity, you will be strong. Having good sleep, hygiene improve, and you feel better yourself. Examples, if you sleep in the same time, you won't be tired. Taking care of your mental health is good for your example. Also, you will be healthy. Бұл жерде негізгі бөлімде суды көп ішу сізге пайдалы дейді. Мысалдар, егер сіз көп су ішсеңіз, денсаулығыңызды жақсарта аласыз дейді. Тұрақты жаттығуларды, манағыдай денеңізді жақсартады дейді. Мысалы, егер сіз физикалық манағыдай белсенділікпен айналыссаңыз, сіз күшті боласыз деген, иә. Және жақсы ұйықтау гигиенасы сізді жақсартады дейді, иә. Егер манағыдай, мысалы, одан сіз өзіңізді жақсы сезінесіз, дұрыс манағыдай күнделікті бір уақытта ұйықтасаңыз, шаршамайсыз дейді. Одан кейін психикалық денсаулығыңызды туралы сөйлесу сізге пайдалы деген, иә. Ол сізге сіздің манағыдай деніңіздің саулығына пайдасы зор дейді. Ары қарай conclusion, қорытынды бөлімі, яғни give your own opinion why healthy habits are important in your human life. In my opinion, the healthy lifestyle is important for everybody because you can follow your dream. Also, if your health will be bad, you will be die. Бұл қорытынды бөлімде салауатты әдеттердің адам өміріне неліктен маңызды екендігі туралы өз пікірлеріңізді айту деген, иә. Енді қараңыздар, in my opinion, менің ойымша салауатты өмір салты әрбір адам үшін маңызды. Өйткені сіз өз арманыңызға жете аласыз дейді, сол үшін денсаулығыңыз нашар болса, онда сіз өлесіз дейді, қорытынды бөлім бойынша. Бұл БЖБ тапсырмаларым. Мына жердегі тапсырманы ойымыздан жазғанымыз. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Арнаға тіркеліп лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.